Сәлем достар, қалайсыздар? 1688 бен Taobao сайтына тіркелу үшін ең алдымен Alipay приложениесін App Store'дан немесе Play Market'тен жүктеп аламыз. Міне осындай приложение мен уже жүктеп алдым. Alipay приложениесіне кірген кезде осылай шықса Agree дегенді басасыз. Қараңыздар, осылай астында Sign Up деп тұрады, соны басамыз. Басқаннан кейін мына жерге номерімізбен кіреміз. Ең алдымен мына +86 деген жерге басып, осы жерде Қазақстан дегенді табамыз. Міне Қазақстанды таптық. Енді мына жерге өзіңіздің номерлеріңізді жазасыңыздар. Номерімізді теріп болғаннан кейін мына Sync Up Now дегенді басамыз. Сосын номеріңізге код келеді. Осы жерде мына көк батырма Agree'ді басамыз. Номерімізге код кетті. Қазір кодты жазамыз. Осы жерде мына көк батырма Enter дегенді басамыз. Басқаннан кейін кез келген жағдайда бір 5-10 секунд күтеміз. Өзі кіреді. Осы жерде мына Me деген бөлімге өтеміз. Міне кірді. Енді біз Alipay'ге кіргеннен кейін бірден загранпаспортымызбен верификация жасаймыз. Ол үшін мына никнейм деп тұр, аватар, мына номеріміз жазылып тұрған. Осы жерде мына стрелканы басамыз. Басқаннан кейін мына жерде Real Name Verification деген осыны басамыз. Осы жерде верификация жасаймыз. Міне басып кіреміз. Кез келген жағдайда жаңағы айтқандай артық кнопка баспаймыз, күтеміз кішкене. Енді осы жерде Verify Now деген мына көк батырманы басамыз. Енді қараңыздар, осы жерде біз загранпаспортымызды суретке түсіріп аламыз, анық қылып. Осы жерде сол альбомнан загранпаспорттың суретін алып, сканерден өткіземіз. Мына Scan дегенді басамыз. Осы жерде мына екінші тұрған Select from Album дегенді таңдаймыз. Осы жерде Разрешить дегенді басамыз. Енді мына галереядан алдын ала анық қылып түсіріп алған загранпаспорттың суретін таңдаймыз. Енді загранпаспортымызды сканерден өткізеді. Біраз ойланады. Осы жерде назад баспаймыз, артық ештеңе баспаймыз. Күтеміз. Міне сканерден өткізді. Осылай автоматты толтырылып шықты. Осы жерде Submit дегенді басамыз. Тағы да ойланады, күтеміз. Енді осы жерде ортасындағы Verify Face дегенді басамыз, яғни видео проверкадан өту деген. Осы жерде Verify Now суретке түсетін кезде жарық жерде түсіңіздер. Осы жерде Разрешитті басамыз. Проверка біткеннен кейін оң жақ төбесінде Done деп шығады. Сол Done дегенді басып сақтаймыз. Тағы ойланып жатыр. Толық өтіп болғаннан кейін қайтадан Identity Information'ға Verify кіреміз. Мына жерде мына екінші тұрған Basic Identity Information дегенді басамыз. Осының ішін толтыратын боламыз. Мына жерде мына Gender дегенді басып, жынысымызды таңдаймыз. Екінші тұрған Female, әйел адамды таңдаймыз. Одан кейін мына жерде астынан санағанда екінші тұрған жұмысымызды таңдаймыз. Other дегенді таңдаймыз. Сосын осыны сохранить етеміз. Alipay'ге верификация өтіп тіркелдік. Ал енді Alipay'ге пароль қойып, осы Alipay'дің ішінен төлем паролін қоятын боламыз. Ол не үшін керек? Taobao 1688 сайттарынан заказ берген кезде оплата жасағанда төлем пароль сұрайды. Сол төлем паролін осы Alipay'ден жасап қоятын боламыз. Ол үшін Alipay'ге кіреміз, мына менің бөліміне өтеміз. Сосын мына жоғарыдағы настройкаға кіреміз. Осы жерде Account and Security дегенге өтеміз. Енді осы жерде Alipay Password дегенге өтеміз. Alipay Passwordға кірдік. Енді осы жерде кез келген 6 цифрдан тұратын пароль қоямыз. Ұмытпаймыз, бір жерге жазып қоямыз. Ұмытпайтындай 6 санды теріп жазамыз. Осыны тағы да қайталап тереміз. Осы жерде енді Next'ті басасыздар. Төлем паролі сақталды. Мына жерде Face ID деп шығады. Ол керек емес, назадты басып шығып кетеміз. Мінеки қойылды. Енді қараңыздар, тағы да назадты басамыз. Мынау настройка бөлімі. Басында Alipay'ға кірген кезде, мына настройка бөліміне өткен кезде, мына аккаунтқа кірген кезде, осы жерде Taobao логиндарың көбінде жазылып тұрады. Осы жерде TB логин деп жазылып тұрады. Егер TB логиндарыңызды бірден көретін болсаңыз, скриншот жасап немесе жазып алыңыздар. Өйткені ол Taobao логиндарыңыз. Ол бірде шығады, бірде шықпайды. Сондықтан шығып тұрған кезде скрин жасап алыңыздар.
Ертең күндері мысалы Taobao-дан шығып кетіп, басқа телефонға ауысатын кезде сол логинді теріп кіре бересіздер. Міне менде мана тұрған еді ТБ логин деп, қазір уже жоқ. Енді біз верификацияның бәрін өткеннен кейін, енді біз осы Alipay-ға пароль қою қажетпіз. Біздің логиніміз, біздің телефон номеріміз болып тұр ғой. Енді біз Alipay-ға пароль қоямыз. Ол үшін мына оң жақ жоғары жақтағы настройка бөліміне өтеміз. Мына бірінші тұрған Account and Security дегенге кіреміз. Кіргеннен кейін осы жерде Login Settings деп тұр, осыған басамыз. Біраз ойлануы мүмкін, күтеміз. Енді осы жерде бірінші тұрған Change Login Password дегенге кіреміз. Осы жерде біз пароль қоямыз. Ағылшын әріптерімен, цифрмен қосып пароль қоясыздар. Парольдарыңызды жазып, сразу сақтап қойыңыздар. Change Now дегенді басасыздар. Міне, кішкене күтеміз, өзі шығады. Енді осы жерге пароль жазамыз. Әркім өзіне удобный, ұмытылмайтындай пароль ойлап жазады. Жазып болғаннан кейін мына Save-ті басып сақтаймыз. Кішкене күтеміз, сақталынуы қажет өзі. Мінеки өзі сақталынып кетті. Өзі назад шығып кетті, яғни артық ештеңе баспаймыз. Парольдарыңыз қойылды. Бүгінгі сабағымызда Alipay-ға тіркеліп верификация өттік. Alipay-ға пароль қойдық. Alipay-ға төлем паролін да қойдық. 1688-бен Taobao-ға тіркелу үшін осы ең басты қадамы Alipay-ға тіркеліп, осы парольдерді қоямыз. Ал енді келесі сабағымызда Alipay-ге банк картасын енгізетін боламыз. Сосын Taobao сайты мен 1688 сайтына тіркелетін боламыз. Дәл менің видеомдағыдай жасасаңыз, ешқандай курс сатып алмай-ақ өзіңізде заказ бере аласыздар. Сосын ешқандай блокқа кетпейсіңіз. Ал енді сіздерге менің видеом ұнаса, видеоға лайк басып, астына комментарий қалдырып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видео сабақтарды каналда жоғалтып алмас үшін.